Сіздерге сәлем достар, сіздермен бірге Нұрайди арнасы, біздің арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге жеңіл әрі оңай дайындалатын панкейк түрін ұсынатын боламыз. Ал ендеше ол үшін де бізге 2 жұмыртқа қажет болады. Енді оны араластырып алайық. Жұмыртқа қосып болғаннан кейін қажетті мөлшерде осындай мөлшерде алсаңыздар болады. Қантты осыны қосамыз. Camuson.com Қайырлы таң жаным, қалайсың? Неге үнсіз ғана қарайсың? Сағындың ба мені? Бізді ешкім енді таба алмай, жағымсыз жайлар мазаламай, бір сезім тербейді. Сүт пен қанттан кейін міндетті түрде бізде қосылатын нәрсе ол әрине де сүт. Сүтті біз осындай ыдыста құйып алып, енді жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Егер де сізде дәл қазір сүт болмаған жағдайда, онда орнына кефир қосуға болады деген нұсқаулық бар. Бірақ енді қатты қою болмау керек. Келесі бізде сакрома сары майы. Біздегі білмеймін сіз қандай сары май қосатынымызды, бірақ өз басым сакрома сары майды осындай мөлшерде алып қосатын боламын. Көлемін белгілеп аламын. Мен әдетте оны қазанға қойып ысытқанша тостаққа, одан қайта микроволновкаға 30 секундқа қойған ыңғайлы деп санаймын. Себебі уақытты да тиімді жұмсайды және көп ыдысты талап етпейді. Енді мінекей қазір қоспамызды сүттен кейін сары майымыз осындай мөлшерде қосамыз. Мен сіздерге YouTube каналымның астына жазып кететін боламын, қайсының неше мөлшерде қосу керектігін. Тіпті сіз оған қарамай видеодағы көрсетілген нұсқаулыққа қарап жасай берсеңіз де болады. Мінекей жақсылап араластырып кейін әрине міндетті түрде разрыхитель тестаны қосып аламыз. Алыстама менен, алыстама менен. Келесі ол бізде әрине де жаңағы қосылған ұнға мән бермей қойыңыздар, себебі ол түбінде қалған болатын. Осы кружка маған ыңғайлы болғандықтан енді қазір міне ұнды қажетті мөлшерде қосып, әр қайсысын жақсылап араластыратын боламыз. Көбісі ұнды електен өткізу маңызды деп санайды, себебі ол арасын іртік қалдырмау үшін деп санайды. Бірақ та бізде білмеймін, өз басым оны қолданбайтын екенмін. Міне біздің тестамыз дайын болды, және де ол қатты сұйық болмау керек. Және де қатты қою болмау керек, орташа мөлшерде. Ал арасындағы іртіктерге мән бермеңіздер, себебі мен оны жақсылап араластырған болатын осыдан кейінгі. Мінекей енді қазір маңызды сәтке де келіп жеттік. Қазанымыздың астында тұрған сковородкамыз міндетті түрде қолға ыңғайлы болу міндетті. Және астын қатты қоймаймыз, жай де қоймаймыз. Жалпы айтқанда орташа мөлшер. Кішігірім кішкене ғана. Ал егер қатты да тұрмаса, асты күйіп кетуі керек. Асты күйіп кетуі мүмкін. Сен мені жанартаудай өртегін, ауаның құрғатып бар оттегін, тәніңмен жағатығын от бедің. Көргені жанарыңның кескінін, есінде шығаратын естінің. Тек сені аңсап тағы кеш құрым, керегі болмай қалды жан жағымда ешкімнің. Ал достар, біздің панкейкіміз дайын болды. Мінекей өте әдемі жұмсақ шықты. Мінекей табиғатта өте әдемі үйлесімді болып тұр.